Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз онлайн мектеп платформасында КТЖ жариялап үйренетін боламыз. Алдымен браузерді ашамыз. Онлайн мектеп сайтына кіреміз. Өзіміздің логин паролімізді береміз. Логиннің құпия сөздерінде парольдер көру батырмасын шектейміз. Мұнда терезе ашылуы мүмкін, сіздерде ашылуы мүмкін. Егер ашылған жағдайда X-ті басып келесі қадамға өтеміз. Келесі қадамда біз сайттың оң жақ жоғары бұрышында BL деген таңба бар. Соң жанындағы стрелка белгісін басып, мектепті басқару қойындысына өтеміз. Одан кейін КТЖ бағанына өтіп, қай сыныптарға сабақ бересіз, сол сыныптар көрініп тұрады. Егер бұл жерде сынып көрінбейтін болса, әлі кесте жасалмаған деген сөз. 9-ға сабақ берем, сондықтан 9-ның жанындағы көз батырмасын шертемін. Одан кейін 9-ға мен информатика пәнінен сабақ берем. Егер бұл жерде сабақ болмайтын болса, пәнді қосу арқылы қосып алуға болады. Бұл кейінгі сабақта көрсететін боламын. Информатика пәні бойынша КТЖ жасау үшін көздің батырмасын шертемін. Одан кейін мына жерде күндер көрініп тұрады. Егер бұл жерде қандай да бір күн көрінбей қалған болса, бұл күн не демалысқа түскен, я болмаса кестеде бұл күн жасалмаған деген сөз. КТЖ-ның бірнеше жасау жолы бар. Бірінші, білімнің КТЖ-ны пайдалану, яғни дайын КТЖ-ны қолдану. Екінші, басқа сынып, яғни 9А сыныбы кесте КТЖ жасап болған болса, мен соны көшіріп ала аламын. Екінші жолы, үшінші жолы тақырыпты қосу арқылы, яғни біртіндеп әр күннің тақырыбын қолмен қойып тұрамыз. Мен қазір осы тақырыпты қою арқылы көрсетпекшімін сіздерге. Тақырыпты қоюды шертемін. Сабақтың түрі. Егер дайын сабақты алғыңыз келсе, білімнен сабағы деген таңдаймыз. Я болмаса өзіміз жазатын болсақ, қарапайым сабақ дегенді таңдаймыз. Сабақтың тақырыбы жаңа сабақ. Сабақтың таңдаңыз енді жаңа сабақ таңдаймыз. Сабақтың тақырыбын бізде 290-ның бірінші сабағы деректер базасы деген тақырып. Одан кейін күн таңдаңыз деген жерде 90-ның бірінші күн таңдаймыз. Яғни бірінші тақырып бізде 11-ші қараша күні өтеді. Соны таңдаймыз. Бұл жерде де күн көрінбей қалған жағдайда, күн жоқ кезде, күндер пустой болып тұрған кезде, бұл жерде де кесте жарияланбаған деген сөз, кесте жасалмаған деген сөз. Сақтау батырмасын шертіп, екінші тақырып енгіземін. Екінші тақырыпты біз білімнен тақырыбын алып көрейік. Білімнен сабағы деп басамын. 290 автомат түрде қойылады. Сабақтың тақырыбын сырғымалы мәзірден өзіңізге қажетті тақырып таңдайсыз. Менде екінші тақырып электрондық кестедегі деректер базасын құру деген. Соны таңдаймын. Күнін келесі күнді таңдаймын. Яғни бізде 18-ші қараша күні. Соны таңдаймын. Сақтау батырмасын басамын. Тақырыпты қосу. Кейде біріктірілген сабақтар болуы мүмкін. Сол сабақтарды қалай қоямын деген кезде етіп қойсаңыздар болады. Мәселен, біз білімнен сабағы деген таңдаймыз. Электрондық кестеде деректер қорын құру екінші сабақ таңдаймын. Күні дегенде, яғни біріктірілген сабақ қай күнге қою қажет, соны таңдай саламын. Мәселен, біз 18-іне қоя салайық. Яғни дроп арқылы деген сөзді біз күнді 2 рет таңдап қоямыз. Сақтауды басамыз. Көріп тұрғандағыңыздай 18 күні мен 2 тақырып өтемін. Сабақ, екінші сабақ. Бұл тек қана демалысқа түскен, кіріктірілген сабақтарға қатысты. Енді мен өше салам. Мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Келесі сабақты қосамын. Білімнен сабағына. Тақырып қосу. Егер ТЖБ сабағы болатын болса, өзіне қажетті, яғни ТЖБ сабағын көрсетеміз. Жаңа ТЖБ күні қай күнге түседі сізде? 22-ші желтоқсанға түседі. Сақтау. Егер ондай тақырып қате болған жағдайда, дұрыс болмаған жағдайда, X батырмасын басып, қажет емес тақырыпты өшіре аламыз. Содан қазір мен барлық қосып тастаймын.
менде 2-тоқсаннан жалпы 8 тақырыпқа бөлінген, алайда мен ең соңғы жалпы информатика 9 сыныпта аптасына бір рет болғандықтан 2-тоқсанда жалпы 8 тақырыпқа бөлінген. Менің мына жерде 9-нан кейін 23-е болып кеткен. Неге? Себебі ортада 16 желтоқсан мерекелік күн бар. Сондықтан бұл сабақ басқа сабаққа кіріктірілген болып есептеледі, яғни біріктірілген болып есептеледі. Сол сабақты көрсетемін. Қойып жібере салайын жаңағы бітірген сабақты. Соңғы тақырыбым. Барлық деректерді енгізіп болғаннан кейін ештеңе баспайсыздар. Болды, бұнымен сіз КТЖ-на жарияланыңыз, жасадыңыз деген сөз. Енді былай тексеріп көреміз қалай жасалғанын. Онлайн мектеп бойынсында өтеміз, кесте бағаны өтеміз. Сол жерде бізде бұл жұма күні болатын сабақ көріп тұрсыздар. 18 қараша күні жұма күні сабақ. Электронды кесте деректерін құру, өту арқылы, құру арқылы үй тапсырмасын берсеңіздер болады. Егер кесте бағаны ағымдағыдай болып тұрған болса, бірінші кезекте кесте жарияланған ба, соны тексеру керек. Екінші кезекте КТЖ жасалған ба, соны тексеру қажет. Құрметті әріптестер, құрметті достар, осымен КТЖ жасау сабағы аяқталды. Рахмет.